Сәлеметсіздер ме? Каналыма хош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып кеттіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, компот жабуды үйреніп алыңыздар. Міне, ауладан ерік пісіп еді, соны тердім. Өріктердің қаттысының барлығын теріп шықтым. Маған қаттысы керек. Не осылай барлығын теріп алып келдім, қыздар. Міне, осы жемістердің барлығын қариелі, черешня, ерік, шабдалы жақсылап жуатын боламыз. 5-6 рет жуамыз, кем дегенде, қыздар. Тап-таза болу керек. Міне осылай тап-таза қылып жуып, банкіге дайындап қоямыз. Черешняның шөптерін алмасаңыз да болады. Міне крышкаларды мен кружкеге салып қайнататын боламын. Компотқа да су қойдым. Мен апельсиндерімді дайындағанша осыларды қайнайды олар. Апельсин менде бар жоғы екеу-ақ екен, үйде қосып жіберейін деп шештім. Міне суымызды қойдық, қыздар. Қалауыңызша кәдімгі кастрюльге қойсаңыз да болады. Алюминийға или стерилизовать етем десеңдер, сырлы кастрюльге қойсаңыз да болады суды, қыздар. Өздеріңіз білесіз, осы ештеңе қылмайды компотқа. Міне осылай апельсин өзі екеу-ақ соны турап сал жіберем. Міне жұқалап осының барлығын турап аламыз. Әдемілеп, жіңішкелеп. Тым жіңішке да болмайды, қыздар. Нормально қылып кесіп, банкіге дайындап қоямыз. Песогымдам салып қойдым, крышка жабатын жапқышымдам дайындап қойғанмын. Барлық зат даяр. Енді су қайнаса, уже қайнады, міне банкыларды саламыз парт етуге. Әр банкыны 5 минуттан кемінде парт ету керек. Крышкамызды алдық, банкымызды қойып жібердік, қыздар. Міне бір банкымыз қайнап, крышка жауып қойдым. Ала-сала крышка жауып қойыңдар. Енді банкының барлығын парит етіп болған соң, қақпақтарын оңғарып, әдемілеп қойып, ішіне барлығын салатын боламыз. Міне осылай барлығын 4 банк алдым. Мен 4 банкіге бөліп салдым. Менде черешня 1 киладай, өрікті шамалап алып келдім мен. Ол да 1 киладан асады. Қариелде 1 киладай. Әрқайсына 3-4-3-4-ден салдым ғой. Шамалап алсаңыз да болады. Барлығын өйстіп, бөлшектеп салып, енді черешнямызды саламыз. Бұның шөптерін алмасаңыз да болады, алсаңыз да болады. Мен алмайым, қыста алып, графинге құйып қойғанда әдемі тұрады. Соның үшін мен алғым келмейді. Ол неден еш уақытта атпайды, қорықпаңдар. Компот еш уақыт атпайды. Тек жақсылап закрывалкамен жапсаңдар, ол ештеңе қылмайды. Енді песогын салатын боламыз, қыздар. 1 литрға 3 қасықтан саламыз. Мен 3 литрлыққа салғандықтан 9 қасық салам. Дым толтырмай салсаңыз да болады. Мен еріктің дәнегі қышқылдау, соның үшін мен қасықты толтырып салдым. Жемістер, тәтті жемістер болса керегі жоқ толтырып. 7-8 қасық жетеді, қыздар. Әр 3 литрлық банкіге. 1 литрға 3 қасық песок салам секерден мен. Жарайды соның өзі. Не осылай барлығын салып шығамыз. Мен помидор басқанымда келесіде салатын болам, соленыйдың. Помидордың да шөптерін алмаймын. Оны да осылай черешнянкіндей қылып салып қоям, себебі әдем болып тұрады. Тәрелкелерге салғанда қыстың күні сүйсініп жейсін. Менің песогым аздау қалды, кішкене.
Міне болды, 9 қасық салдық. Енді апельсиндеріміз тастаймыз, бөлістіріп. Әрқайсына 2. Міне осылай. Енді су қайнатып құямыз. Суымыз да қайнап тұр, қыздар. Міне суым да қайнап қалыпты. Міне жаңа қайнап еді, мен жай қойдым, астын шығарып, сендерді көрсін деп жатырмын, қыздар. Міне газдың астын көтеріп көрсетіп жатырмын судың қайнағандарын. Міне осылай үстіне су құямыз да 20 минут қайнатып аламыз, астына майлық тастап. Енді біреулер суын төгіп қайтадан қайнатады. Мен өйтіп қайнатқым келмейді, қыздар. Үстіне құям да сол күйі жауып тастаймын. Ыстық суын құйып болғасын, жаңа кастрөлге 2-2 банкіден қоям да 20 минут, 15-20 минут жарайды. 20 минут көптеу кетеді, 15 минут аса мен алам да таулап жауып тастай беретін болам закрывалкамен. Міне осылай. Міне 3-ші банкімізге құйып жатырмыз. Компотым еш уақыт атпайды, қыздар. Мен себебі заказға да жауам үйде постоянно. Ақтауда тұратын болсаңдар, келіңдер. Міне 3-ші банкімізге де құйып жатырмыз. Енді осы қайнаған судан қалғанына жұқалатып, майлық тастап, оның үстіне 2-2 банкіден қойып, 20 минут қайнатамда жауып тастайым, қыздар. Мен суды көптеу қайнатамда, сөйтіп осының үстіне майлық тастап, қойып, бір қайнатып, 20 минут қайнатып қоям. Міне осы қалған судың үстіне майлық тастаймыз да. Болды, сосын жауып тастай бересіңдер. Міне су қайнап тұр. Осының үстіне кішкене жайлап банканы қоямыз. 2 банкадан сият менкіне. Компот басу өте оңай, қыздар. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Алдағы уақытта көп ақпараттар салып қоям. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осындай қылып 20 минут қайнайды. 20 минуттан кейін қайтадан аламыз да, міне. Осылай енді жауамыз. Анан алып болғасын, ана банкілерімді қойып, оларды да 20 минут қайнатып алам. Міне осылай жайлап, қол күйіп қалмас үшін жай қолданың, қыздар. Ыстық қайнап тұр себебі. Бұл да 20 минут тұрса, аламда закрывалкамен жауып тастай. Міне резинасын тексердік, нормально, крышканың. Закрывалкамен жауып тастаймыз. Өте оңай, қыздар, компот басу. Тек жақсылап бассаңдар, ештеңе дағылмайды компот деген. Маған черешнясы жақсы, цвет береді. Қыстың күні деген өте тамаша компот деген. Міне осыны неғылып таулап болғасын айналдырамыз, ішіндегі секерлері еру үшін. 5-6 рет ары бері айналдырсаңыз, ыстық судағы секер сразу ерейді. Болды, уже компотым бір банкасы кетті. Анасында сөйтіп таулап аламыз да. Резинасын тексердік, міне жабамыз енді. Міне тамаша, қыздар. Осылай жасап көріңдер. Маған тіркеліп, пайдалы ақпаратты алып жүріңдер, қыздар.
Мен барлығын жай қойып көрсетіп қойдым. Себебі барлығын өздері көрсін деп. Соңғы банкілеріміз де қайнады, міне. Оларды да алып осылай таулаймыз. Менің закрывалкам бұрынғы ескі закрывалка. Соны мен жауым, жақсы жауады негізі, ондай немес. Қазіргілер оңай ғой, бір 3 рет қысасын бітті, ол жауып қалады. Закрывалкада жақсы ғой, жақсы болған. Қолданып жүргесі мен осыны қолдана берем. Секерлері еріді, күшті болып цвет берді уже. Резинасы жақсы, тексердік. Әр жапқанда мен осы крышканы тексерем. Кейбір резиналар қайнағаннан кейін мұндай болып жаман болып шығады. Сон үшін әр уақытта жабардан алдын резинасын тексеріңдер банкының. Міне болды қыздар. Өте тамаша. Осылай жасап көріңдер. Менің каналымда керекті ақпараттардың барлығы болады. Маған тіркеліп тұрса, сендерге видеом келіп тұрады. Барлық уақыт көріп тұрасыңдар. Қыстың қамын жазда ойлап, міне жаздың күні осылай жауып қоямыз. Ал ас болсын қыздар.